тері тесікшелері жабылып инфекцияланса, теріде безеулер қаптап кетеді. Олар қышып, ауырып, тіпті жарылуы да мүмкін. Безеулер көбіне маңдай, иек, мұрын, арқа, иықта шығады. Өйткені бұл жерлерде май бездері көптеп шоғырланған. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпай, подписаться батырмасын баса кетіңіз. Ендеше кеттік. Безеу кез келген жаста кездесетін маңызды мәселе. Ол адам үшін психологиялық ыңғайсыздықты тудырады. Өйткені өз-өзіне деген сенімділік жоғалып, қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау қиындайды. Сондықтан безеуді кетіруге көмектесетін тәсілдермен таныс болыңыз. Безеу терінің қабынуы, ал қабыну процесі май безімен тікелей байланысты. Егер оның жұмысы бұзылатын болса, акне деп аталатын бактериялар белсенеді. Бұл микроағзалар әрбір адамның терісінде өмір сүреді. Бірақ ағзада өзгерістер пайда болған кезде олар көбейеді. Пайда болу себебі безеудің пайда болуына әкеп соғатын ең басты себеп организмдегі гормондардың қайта құрылуы. Көп жағдайда бұл жасөспірімдерге қатысты болып келеді, яғни переходной возраст десек те болады. Бұл кезеңде олардың ағзаларындағы гормондардың белсенділігі артады. Нәтижесінде жасөспірімдердің дауыстары жуандайды, дене пропорциялары өзгереді және өкінішке орай беттерінен безеулер шыға бастайды. Бұл әрбір адамның басынан өтетін жағдай болып есептелінеді. Тәтті, майлы және ұннан жасалған тағамдар безеудің теріде қалыптасуына әкеп соғады. Яғни, осындай заттарды тұтыну барысында безеудің шығуына себепкер болуға болады екен. Стресс тері үшін ең қауіпті факторлардың бірі болып келеді. Депрессия және ұйқысыздық үшін ағзада кортизол гормоны өндіріледі. Бұл гормон терінің майлануына және ұсақ тесіктердің бітелуіне себепкер болады. Ас қорыту жүйесінің қызметі дұрыс атқарылмайтын болса, микрофлораның тепе-теңдігі бұзылып, теріге кері әсер тиеді. Кетіру жолдары. Безеуді ешқашан сықпаңыз. Инфекция енгізіліп алуыңыз мүмкін. Бұл процедураны арнайы құралдардың көмегімен кәсіби косметолог ғана жүргізуі керек. Сондай-ақ сығылған орын, яғни сығылған акненің орнында тыртықтар, шрамдар қалып қоюы қаупі жоғары болып келеді. Салицил қышқылының ерітіндісі көмектеседі. Ол теріні кептіріп тастайды, мақтаны ерітіндіге матырып, күніне 1-2 рет бетіңізді сүртіп отыруға кеңес берілген. Бірақ безеулер кеткен соң ылғалдандырылған маскалар мен теріні нәрлендіру қажет. Үй жағдайында емдеудің ең тиімді құралы түймедақ сығындысы. 1 қасық түймедақты 1 стакан ыстық суға салып 30 минут тосыңыз. Содан кейін бетіңізді осы сығындымен сүртіңіз. Терінің қабынуына қарсы алоэ шырынын да қолдануға болады. Сонымен қатар балдан, айраннан, жұмыртқаның ақуызынан, қиярдан, сарымсақтан және саздан жасалған маскаларды пайдалануға болады. Алдын алу. Ең маңыздысы дұрыс тамақтану. Фастфуд, газдалған сусындар, шоколад, кәмпит, майонез, кетчуптен аулақ болыңыз. Оның орнына жеміс-жидек, көкөніс, ет, сүт өнімдерін тамақтанған дұрыс болып келеді. Әрі ол өзіңіздің ішкі денсаулығыңыздың жағдайын ретке келтіруге көмектеседі. Ауа райы ыстық болған кезде немесе күннің астында көп уақыт жүрмеуге тырысыңыз. Ұйқыны қандырыңыз. Тәулігіне 1,5-2 литр су ішіп отырыңыз.
кептірілген қырмызы гүлінің жапырақтарының бір ас қасығын 0,5 литр қайнақ сумен араластырып 30 минут бойы тұнып тұру қажет. Суыған соң жапырағын сүзіп алып, осы тұнбамен күніне 3 рет безеудің үстін тазалап сүртсеңіз, кету ықтималы бар екен. Одан кейін лимонның жаңа кесілген бір дөңгелегін безеудің үстіне 10 минутқа қойыңыз. Тәулігіне 1-ақ рет жасау қажет. Одан кейін ас содасын сумен тең мөлшерде, яғни 1:1 қатынаста араластырып, безеуге жағыңыз. Күніне 1 рет 1 минутқа ғана істесеңіз болды. Безеуді арылудан түймедақ тұнбасы көмектеседі деп айтып кеттім. Яғни оны 5-6 рет бетіңізге түймедақ компрессін жасасаңыз болады. Келесі пайдасы безеуді жоғалтуға, ол алоэ болып табылады екен. Яғни алоэның шырынында безеуге ем болып келеді екен. Кәдімгі үйіңіздегі өсіп тұрған алоэның бір сабағын үзіп алыңыз да, оның шырынын безеуге жағыңыз. Көк шайдың компрессі де беттің қызаруын басады. Ол үшін марляны көк шайға малып, бетке бірнеше минутқа қою қажет. Дұрыс тамақтанбау да безеудің шығуына әкеліп соғады. Сондықтан тұзды және ащы тамақтардан аулақ болғаныңыз жөн болып табылады. Бұл тағамның бәрі май бездерінің қызметін күшейтеді. Көбінесе көкөніс, жеміс, йогурт, сүт ішкен дұрыс. Безеу ас қорыту жұмысының бұзылғанның көрінісі. Сол себепті де су көп ішіп, дұрыс тамақтануды қолдаңыз. Және арнамдағы подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Пайдалы ақпараттар шығады.